Ал Батыс Қазақстанда бірқатар мекеменің 2000-дай бос жұмыс орнын жұмыспен қамтамасыз ету орталығынан жасырып келген әшкере болды. Бұл жайлы прокурорлар жүргізген тексеру барысында анықталды. Өңірдегі 223 мекеменің 5-еуінде ғана заң талаптары қатаң сақталған, қалғандары заң бұзушылықтарға жол берген. Мекемелер заң бойынша босаған жұмыс орындар туралы ақпаратты 3 күннің ішінде жұмыспен қамту орталықтарына жолдап отыруы тиіс. Бірақ заңның бұл талабы орындалмаған. Тексеру барысында ол мекемелерде 2000-ға жуық бос жұмыс орны бар екені анықталды. Мәселен, жедел жәрдем қызметінде жарты жылдың өзінде 137 жұмыс орны босаған жайлы мәлімет тиісті мекемелерге жіберілмеген. Сондай-ақ бір жыл бойы 5 көлік жүргізушінің орны иесіз тұрған. Өзіміздің мемлекеттік мекемелерде жеткілікті жұмыс орны бар екен. Жаңа салыстырмалы қарасақ, 2000-нан астам ішінара тексеруде шыққан. Сонда біз қаншама азаматтарымызға бүгін күнкөріске жағдай тудырар едік. Сондықтан осыны ұмытпауымыз керек. Бұл жағынан прокуратура ерекше бақылауға алады. Сіздер ойланмаңыздар, алқада қаралды, сонымен қалып қояды деп жоқ. Бағанағы енгізілген прокурорлық қадағалау актілері 100% орындалғанша бақылаудан алынбайды.